Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сіздермен өткен тақырыбымыз пропорция тақырыбы. Пропорция дегеніміз жалпы екі қатынастың теңдігі. Қатынас дегеніміз не? Қатынас дегеніміз бөлу, екі ненің айнымалының бөлу немесе екі санның бөлуі деген сияқты ғой. Мысалға, қандай да бір А бөлу Б. Бұл деген сөз А-ның Б-ға қатынасы. А бөлу Б деген не? А-ның Б-ға қатынасы. Сондай тағы басқа бізде С, Д деген қатынас. Екі қатынас, бөлек екі қатынас осындай. Бұл не? С-ның Д-ға қатынасы. Егер осы екі қатынас бізге тең болса, онда бұл не деп аталады? Пропорция деп аталады. Жарайды ғой? Жарайды. Енді қараңыздар, бұны мен тағы қалай жаза аламын? А бөлу Б, өйткені бөлшек сызығы нені береді маған? Бөлу деген мағынаны береді. Міне, ол тең С бөлу Д. Мына шетіндегі екі А мен Д шеткі мүшесі деп аталады. Шеткі мүшесі. Орысшада крайние члены деп аталады. Крайние члены. А мынау екеуі ортаңғы мүшесі. Ортаңғы. Орысшада средние члены. Средние. Түсінікті, Енді қараңыздар балалар. Енді мына жерде бізде А бөлу Б тең С бөлуді деді қой. Біз нөмірлесек, мысалы 1, мына 2, мына 3, мына 4 десек, 1 мен 3 бір-бірімен байланысты болады, связаны болады. 1 мен 3. Ал 2 мен 4 бір-біріне байланысты, связаны болады. Ол не деген сөз? Мысалға, мына жерде 2 тұрса, мына 4 тұрса, мысалы 1 мен 3 байланысты ғой. Ал біз не істедік? 2 көбейттік, 2-ні 2 көбейтсек 4 шықты. Значит, Б дегеніміз 3 болса, мысалы үшін, мына жер X болса, значит, мен D-ны табу үшін мен тағы не істеймін? 2 көбейтсем болады, сразу. Өйткені А мен С байланысты, арасында көбейту 2 бар. Ал Б мен D байланысты, ол жерде де не болады? Көбейту 2 болады деген сөз. Значит, D деген не? 6 болуы шарт. Түсінікті ғой, Осы сияқты 1 мен 3 байланысты, 2 мен 4 байланысты. Енді тағы бір нәрсе, мысал үшін, жаңағы А, Б, С, Д. Біз оларды қалай қысқарта аламыз? Біз оларды тік төртбұрыш формасында қысқарта аламыз. Ол тік төртбұрыш формасы деген не деген сөз? Үстіндегі А мен С-ны өзара қысқарта аламын. Астындағы Б мен D-ны өзара қысқарта аламын. Мына А мен мына B-ны қысқарта аламын. Мына С мен мына D-ны не істей аламын? Мына қарасаңыздар не шықты бізде? Тік төртбұрыш формасы шықты, С мен D-ны не істей аламын? Қысқарта аламын. Ал кеттік. Енді қараңыздар. Есеп шығаруды бастайық, Мына видеоны паузаға қойып, барлық сөздерді, нелерді, анықтамаларды жазып алыңыздар, жарай ма? Кеттік балалар. Енді есеп шығаруды бастайық. Негізді пропорция деген не екен түсінікті болды, Керемет. Ал бірінші есебіміз 3, мына жерде X, ол тең 5, 6. Қысқартайын десем қысқармайды. Мына 3 пен мына 6-ны қысқарты қоймаңыздар. Ортасына тең болғандықтан оларды қысқартуға болмайды. Егер мына жер көбейту болса, онда қысқартатын едім. Түсінікті, Сразу біз крест на крест былайынан көбейтсек болады. Немесе мына жер тек қана X тұрғандықтан
x'e қарсы тұрған 5-ті мен сразу астына жазсам болады. Қалған 3 пен 6-ны үстіне жазам. Сол кезде 18 бөлу 5. Ол деген сөз 3/5-тен 3. Ол деген сөз 3/10-6 екен. X мына жерде 4 тең 5 мына жерде 8, иә? Мен есемін мына 4 пен 8-ді қысқартайын. Мына жерде 1, мына жерде 2. Иә? X-ге қарама-қарсы тұрған 2-ні мен төмен астына жазайын. Ал қалған 2-ні үстіне жазайын. 1 көбейту 5. Бұл деген сөз 5, 2 деген сөз ғой. Ол деген сөз 2/10-5 екен. Ал кеттік. Мына жерде 11, 33, ол тең екен 2, 3x. 3 пен 3-ті қысқартайын 11. 11 мен 11-ді қысқартайын 1, 1. Енді не қалды? X-ті 1-ге көбейтсек x, 1-ді 2 көбейтсек 2. X тең 2 екен. Жеті мен 21-ді мына жерге қысқартамын. Мына жерде 1, мына жерде 3. Мына 3 пен мына 3-ті қысқартып қоймаңыздар. Олай болмайды қысқартуға. 3 пен 54-ті қысқартайын 18. 18 3-ті қысқартып, мына жерде 6. Мына жерде 1 қалды, иә? Кресіне енді көбейтейік. X-ті 1-ге көбейтсем x. 1-ді көбейтем 6-ға 6. Міне осылай жауабы шықты. Балалар үлгермей жатсақ, видеоны пауза қойып, түсініп, қайталап көріп, дәптеріңізді не істеңіздер, жазып алыңыздар, иә? Біз келдік 5-ші есепке. Қараңыз, мына жерде үтір бар ғой, иә? Қандай сан қысқартам деп ойланбаңыздар. Мен не істейін? Үтірге қарамайын, үтірді ойламайын, иә? 32 деп ойлайын. 8-ге қысқартсам, мына жерде 1, мына жерде 4. Мына жерде бір үтір бар еді ғой, сол үтірді қайттан қояйын, мына жерде 0 болады. Сонда y-ті 1-ге көбейтсем, ол y тең 0,4-ті 3-ге көбейтсем 1/2. Ары қарай. Қазір мен сіздерге лайфхак түсіндірейін. Қараңыздар. Егер үтірдегі бір сан болса, мына үтірді алып тастайық, керек емес. Значит, үтірді алып тастаған кейін мына 0-ді керек емес уже бізге, иә? Солай ғой. Мына 4 пен 24 деп ойлайын, қысқартайын. Мына жерде 6, мына жерде 1. Ал мына үтір бар еді, значит ол 0,6 болады. 0,6-ны 5-ге көбейтсем, не болады? X тең болады 3-ге. Енді қараңыздар, 1/8 үстінде, мына жерде 3/6, 1/8 2 3/6 ғой, қысқартайын 1/8-ге, мына жерде 1, мына жерде 2. X-ті 1-ге көбейтсе x тең 2-ні көбейтсе 0,6, 0,3-ге 0,6. Міне. Қараңыздар, мына жерде үстіне қарайтын болсақ 0,8. Мына жерде не тұр? 2-де 4. Мына жерде не істейміз? 3-ті көбейтеміз ғой, иә? 0,8-ге 3-ті көбейтсек 2-де 4. Значит, қандай да бір санды біз 3 көбейтсек 3 шығу керек. Значит, 1 болады, иә, мына жерде. 1-ді 3-ге көбейтсек 3 шығады. Значит, бізде, яғни тағы не шықты? Мынандай бір зат шықты. Мына үсті мен мына үсті былай байланысты болады. Мына и былайнан байланысты болады. Значит, мына тұрған санымызды біз 3-ге көбейттік, мына санды алдық. Значит, мына жерде тұрған санымызды 3-ге көбейтетін болсақ, мына жерде тұрған санымызды алады екенбіз. Түсінікті болды ма? Так, ары қарай.
1-де 5, значит 4,5. Неге не істелген? 3-ке көбейген, е? Значит, біз былайынан не істейміз? 3-ке көбейтеміз. Сол кез не болады? Жауап 30 болады. Қысқартып жүрмей-ақ солай жасауға болады, е? Енді қараңыз, былайдан біз не істеймін? 3-ке көбейтеміз, е? 3-ке емес. Мына жерде 1 екен ғой. Мына жерде 1. Сол кезде 3-ке көбейтеміз. Енді 2,1 3-ке көбейтсем 6,3. Значит, қандай санды мен 3-ке көбейтсем 6 шығады? 2-ні. X не 2. Біз айттық, біз былайнан да байланыстыра аламыз дедік, е? Мына 3-ті 2-ке көбейтсек 6 ғой. 3-ті 2-ке көбейтсек 6, е? Төмен қарай. Жоғарыда тұрған 3-ті, мына 2-ке көбейтсек 6 шығады. Значит, біз қандай да бір санды 2 көбейтсек 5 шығады. Значит, 2,5. 2,5-ті 2 көбейтсем, мына 5 шығады. Нөл бүтін оннан бес. Мен не істеймін? 4-ке көбейтсем 2 шығады. Значит, мен былайынан не істеймін? 4-ке көбейтемін. Сонда қандай сан шығады? 14 деген сан шығады екен. Қараңыз, осылай әртүрлі жол бар, я? Үстінен қысқартуға болады, астынан қысқартуға болады, көбейтіп шығаруға болады. Сол үшін сіз логикалық түрде қайсысы оңай сіз үшін? Соны бірден тауып, солай шығарсаңыз өте тіпті жақсы болады. Сол үшін бір есепті бір ғана жолды емес, әртүрлі жолын білсеңіз, тіпті керемет. Өйткені, бір ғана жолды білсеңіз, сол жолмен ғана жүресіз. Егерде 2-3 жолды білсеңіз, қайсысы оңай, кейде есепке байланысты, кейде біріншісі оңай, кейде екінші тәсіл оңай, кейде үшінші тәсіл оңай болады. Сол тәсілдің барлығын сіз қолдана аласыз, е? Кеттік. Бізде номер бар бұл жерде. Бірінші номер, екінші номер, үшінші номер, төртінші номер. 1 мен 3 байланысты, 2 мен 4 байланысты болу керек, е? Мысалы қараңыз, бұл жерде байланыс бар. Мына жерде 6, 3,6. 6-ны 0,16-ға көбейтсем, не шығады? 3,6 шығады. Немесе 3,16-ны мен 0,6-ға бөлсем, 6 шығады деген сияқты ғой. Значит, 3,6-ны бөлемін 0,6-ға. Значит, 4,2-ні мен есе керекпін? Бөлу қажетпін 0,16. Сол кез не шығады? Мына тұрған x шығады. Е? Сол кез жауап не болады? 7 болады. 7-ні мен көбейтемін 0,6-ға, 4,2 шығады. Болды міне. Бұл жерде байланыс көріп тұрсыз ба? Егер байланыс таппасаңыз, мынандай бір тәсіл бар. Бұны не істегенсек болады? Бөлшек түрінде жаза алсақ болады. Мына жерде бөлу ғой. Бөлуді мына жаққа сразу көбейту айналдырсақ болады, е? X тең болады. Мына жерде 345 бөлу 10. Мынаны неге айналдырдым? Бұрыс бөлшек айналдырдым. Мына астында 1 бар. Көбейту айналдыратын болсам, 1 жоғары 115 төменде болады. И мына бөлу 100, мына жаққа келеді, көбейту 100-мен. Енді қысқартайық. Онысындай да бір тәсіл бар. 0 мен 0 кетеді. 5-ке қысқартса, мына 2. Мына жерде 5-ке қысқартатын болсам, 23. Тағы қысқаратын бар ме екен? 345, 23-пен қысқара ме екен? Білмей тұрмыз, не істейміз? Бөле салайық, е? 345-ті біз бөлеміз неге? 23-ке. Бірден береміз. 23, 11, 5, 5 бесек 115. Значит, қысқарады екен, 15 шығады екен. Қысқартсақ, не болды? 15. 2 көбейтсек, x тең болды неге? 30-ға. Міне балалар. Осымен 15 есепті, 14 есепті, 14 минутта, 15 минутта бітірдік. Әр есепке примерно 1 минутта уақыт кетті. Плюс-минус. Значит, бұл есептер егер сізде тестте кездессе,
сізге 1 минутқа жетпей шығара алады екенсіздер. Дайындықтарыңызға сәттілік, мән беріп, мұқият қарап, ниеттеріңізді жақсап дұрыстап, желаниямен жақсап дайындалсаңыздар, үйренемін деген ниеттеріңіз болса, әрқашанда сол ниет мақсаттарыңызға жетесіздер. Сол үшін сіздерге бір күн бір жақсы бір лайк қойып берейін, иә. Міне балалар, сіздерге үлкен бір лайк. Сабақтарды үзбей қараңыздар, түсінбеген жерлерді сұраңыздар. Бай-бай.